Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2017 жылы шыққан «Короче» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Норвегиядағы Эдвард институтында зертханалық егеу құйрықтарға ерекше тәжірибелер жүргізеді. Күтпеген жерден эксперимент табыспен аяқталды. 5 жыл өткен соң Стамбулда Global Solution конференциясында норвегиялық ғалымдар өздерінің әзірлемелерімен таныстырады. 50-ші жылдары олардың институты адамзат үшін халықтың көптеп қоныстануына төнетін басты қауіп-қатерді анықтады. Және олар бұл мәселені шешу жолын адамдарды кішірейтумен тапты. Жаңалықтарды әлемнің түпкір-түпкірінде, соның ішінде Пол есімді жігіт те біледі. Ол фабрикада жұмыс істейтін физиотерапевт. Және осы жайтқа таңғалады. Пол ауру анасының тамағын әкеледі. Әйел ғалымдардың адамдарды азайтып, Марсқа ұшып бара жатқанына көңілі толмайды. Оданша оның ауруына қарсы дәрілер ойлап таппай ма? 10 жылдан кейін теледидарда кішірейтілген және қалыпты адамдар арасындағы пікірталастар көрсетіліп жатыр. Адамның ергежейлі болғанынан экономика, автоқұрылысы, индустрия зардап шегуде. Пол достармен бірге барда отырып, теледидарды қарайды. Содан кейін тамақты алып үйіне қайтады. Енді оны анасының орнына әйелі Одри күтеді. Жұп жаңа үйді қарастырады, бірақ ол тым қымбат тұрады. Ерлі зайыптылар ұрыса берді. Түлектер кездесуінде Пол өзінің сыныптасын кездестіреді. Ол әйелмен бірге азайтудан процесінен өтті. Досы Полға енді патша сияқты өмір сүріп жатқанын айтады. Оған адамзаттың проблемалары маңызды емес. Ең бастысы кішкентай адамдар үшін бәрі әлдеқайда арзан. Пол әлі күнге дейін ата-анасының үйінде тұрып жатқанына шағымданады. Сыныптасы оған кішкентай адамдардың ең әдемі және ең жайлы қауымдастықтарының біріне көшу туралы ойлануға кеңес береді. Үйіне оралған Пол Одри мен олардың кішірейген таныстарының қандай бақытты өмір сүріп жатқанын талқылайды. Олар әрқашан армандаған нәрселерімен айналысады. Сол сәтте Пол автоответчиктағы хабарды тыңдайды. Олардың несиеге өтінімі қабылданбады. Жұп Кайфавиль деп аталатын кішкентай адамдардың керемет қоныстарын өз көздерімен көруге барады. Пол мен оның жұбайы да өздеріне аса ұнамайтынына сенімді болды. Бірақ мүлдем керемет өмірді көреді. Кеңесшілермен сөйлесе отырып, олар өздерінің үй мен машинасын қоса алғанда барлық жинақ ақшасы $152 мың құрайтынын білді. Ал кішірейтілген қалада бұл сума $12 миллион екенін біледі. Шешім қабылданды. Пол мен Одри Кайфавильға келіп, оларға рәсімнің тұрақты мүгедекке немесе өлімге әкелуі 10 мыңнан бірге тең екенін ескертеді. Жұп баяулап, бірақ бәрібір келіседі. Оларды кішірейту алдында ерлер мен әйелдер деп бөледі. Және әртүрлі бөлімшелерді ем шаралардан өткізеді. Полға басқалар сияқты денедегі барлық шашты толық қырқып, анестезия енгізіп, ағзадан барлық қалдықтарды шығарады. Тіс протездері де алынады, олар кішірейтуге жатпайды. Содан кейін арнайы препараттар енгізіледі және кішірейту жөніндегі аппаратты іске қосады. Аз уақыт өткеннен кейін барлық еркектер кішірейтілді. Оларды күректің көмегімен кушеткадан алып, көлеміне сай келетін басқа кушеткаға салады. Компанияның кішкентай қызметкерлеріне кішкентай тіс протездерін береді. Олар кішірейтілген протездерді процедурадан өткен адамдарға салады. Көп ұзамай Пол демалыс бөлмесінде есін жияды. Медбике Кайфавильге көшуімен құттықтайды. Бірақ Одри қасындағы бөлмеде жоқ болды. Біраз уақыттан кейін ол қоңырау шалып, бұған шыдай алмағанын айтады. Әйелі отбасын, достарын тастай алмады. Ерлі зайыптылар ұрыса бастады. Көп ұзамай Пол Кайфавильге өзі жалғыз келді. Компанияның бір қызметкері оны жолда шағын экскурсиядан өткізіп, жаңа тамаша үйге жеткізеді. Бірақ Одримен ұрысқаннан кейін Полды ештеңеде қуантпады. Кешке Пол кішірейтілген қылмыскерлер мен заңсыз адамдардың елге оңай кіріп кететіндері туралы жаңалықтарды тамашалайды. Мысал ретінде теледидардағы тілші астындағы қорапқа тығылған Вьетнамдан келген 17 босқын туралы айтады. 16 адам қаза тапты, тек Нгоку атты әйел ғана аман қалды. Ол тез арада ауруханаға жеткізілді. Әйел бір аяғынан айырылған болатын. Ол өз отанында өзінің саяси және экологиялық проблемалары үшін қудаланғанын және ерік жігеріне қарсы кішірейтілгенін айтады. Бір жыл өткен соң Пол некені бұзу туралы құжаттарға қол қойды. Ол енді Одри таңдаған үйде тұра алмайтындықтан пәтерге көшіп кетті.
Пол мамандығы бойынша жұмыс істеуге жоспарламағандықтан, ол өзінің физиотерапевті лицензиясын кешіктіргендіктен колл-центр орталығына жұмысқа орналасты. Пол жалғызбасты анамен кездеседі. Олар бірге кешкі ас ішеді, ал бөлмеде үлкен раушан тұрады. Бұл Кайфавилде өте сирек кездесетін өсімдік. Олардың әңгімесін жоғары жақтағы дыбысты музыка үзеді. Ол Полдың көршісі Душан Миркевич болды. Еркек бірнеше ай болған жоқ, енді ол қайтып келіп кеш ұйымдастырып жатыр. Музыканы үнсіз ету туралы өтінішке тіпті күзет шақыруға тура келді. Душан Полға келіп, бұл тек жақындарына арналған тағы бір кішігірім кеш екенін айтады. Ұрысудың қажеті жоқ, керісінше Полға кешке қосылуын сұрайды. Астан кейін Пол құрбысына демалыс күндері ұлымен бірге таныстыруды сұрайды, бірақ ол асығып бара жатқанын айтады. Бұл Полды ашуландырып, Пол Душанның кешіне кетеді. Пол бірте-бірте кешке еніп, көңілді уақыт өткізеді. Нәтижесінде ол еденде оянады. Келесі күні таңертең клининг қызметі келеді. Қыздардың біреуі қызық жүреді. Душан Полға кофе қойып, оның пәтерінен сыртқа шығып, көзін ашып, аянышты болуды тоқтату керектігін айтады. Душан өзі үлкен әлемнің сән салтанатын кішкентайларға бейімдеумен табыс табады. Бұл заңсыз, бірақ оның айтуынша 10 сантиметрлік адамның артынан бірнеше сигар мен ішімдіктің кесірінен оның артынан ешкім жүгірмейді дейді. Пол тағы да ақсақ қызды көріп, артынан жоғары қарай барады. Қыз ағылшын тілінде нашар сөйлейді де, Душан алуға рұқсат еткен таблеткалардың нұсқасын айтып беруін сұрайды. Себебі олардың мерзімі өткен. Барлық таблеткалар ауырсынуға қарсы болған. Қыз мұның досы үшін екенін айтып кетуге тырысады. Пол қыздың протезі әлсіз, сол себепті оң жақ сүйегі ауырады дейді. Тізесі және белі. Қыз таңғалды. Пол оны таныды. Ол жаңалықтарда айтылған Вьетнамнан келген босқын Нгоку болды. Тексеруден кейін ол қызға протезді жылжытып, оны дұрыс жүруге үйретуді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерге жүгінуге кеңес береді. Пол тіпті Душанның пәтерінде көмектесуге дайын болды. Кейін қызға жинау жұмыстары аяқталған кезде онымен бірге баруын талап етеді және ешқандай қарсылық қабылданбайды. Олар канаттардан содан кейін автобусқа мініп, Кайфавилді қоршап тұрған қабырғаның сыртына шығады. Айналадағы үңгірлерде қызмет көрсету саласының қызметкерлері тұрады. Пол сұмдық жағдайға шошиды. Ал қыз оның өзінің құрбысы Глэдиспен таныстырады. Ол Мексикадан жалғыз және ақшасыз келіп, онкологияның соңғы кезеңінен зардап шегіп ауырып жатыр. Нгоку одан доктор болуын сұрайды. Пол тырысады. Олар бірге Глэдиске қандай таблетка беруді таңдап, қыз еркекке алғыс айтады. Кейін Нгоку шаршағанын айтып, Полдан кетуін сұрады. Бірақ бейсенбі күні сағат 10:00-де келіп протезін қайта тексеруді айтады. Кетер алдында Пол өзінің атын атайды, бірақ бұл қызды мүлдем қызықтырмайды. Ол белгіленген уақытта қайтып келгенде, Глэдис бөлмеде жоқ болды. Қыздың айтуынша құрбысы қайтыс болған, бірақ бұл жөнінде ол алаңдамайды. Тек протезді тезірек жөндеуді талап етеді. Бұл Полды алаңдатады. Ол протезбен айналысып жатқанда, Нгоку Вьетнам түрмесіндегі оқиғаның қалай болғанын айтады. Бөгеттің құрылысынан көптеген ауылдарды су басуы тиіс еді. Қыз әпкесімен бірге наразылық танытқан, бірақ оларды тұтқындады. Әпкесі ауырып түрмеде қайтыс болды. Мұны білген соң Пол күтпеген жерден протезді сындырып алды. Оған қызбен бірге барып, Нгоку отырып қолбасшылық еткенше, оның жұмысына баруға тура келеді. Қыз жұмыстан бөлек басқа тұрғындарға тарату үшін тегін тамақты барлық жерден алып жинайды екен. Сондай-ақ ол Полды доктор ретінде өзімен бірге алып жүреді. Ол науқастарға кеңес береді, содан кейін олар шіркеуге барып, содан кейін ғана қыздың үйіне қайтады. Әйел Полға ертеңгі таңғы сағат 8-де қайтып келуі керек дейді, және еркек бағынады. 2 аптадан кейін Пол клининг командасымен бірге Душанның пәтеріне келеді. Көршісі досының жаңа жұмысына көңілді болды. Пол қызға жаңа протез жасаудың 1 немесе 2 ай алатынын түсіндіруге тырысады, ал әзірге оған көмектесуіне тура келеді. Душан оны құтқаратынын айтады. Ол Нгокуға гуманитарлық миссиямен Норвегияға баруға мәжбүр екенін және көмекші ретінде Полдың қажет екенін айтады.
Бірақ Энгоку олармен бірге баратынын мәлімдейді, себебі оны бұрыннан бері сол жерге шақырған. Қыз ауруханада жатқанда оған көп адамдар, тіпті кішірейген әлемді ойлап тапқан профессордың өзі шақырғанын анықталды. Олардың барлығы Норвегияға аттанып, Душанның таныстарының бірінің кемесімен саяхаттайды. Көп ұзамай оларға профессор мен әйелі қосылады. Пол осындай ұлы адаммен танысуға мүмкіндік болғанына қуанады. Алайда профессор қайғылы ойларға батқан. Оның жұбайының айтуынша, жақында Антарктида мұздықтарында метан атылған. Ал бұл барлық тіршіліктің соңы деген сөз. Сәл кейінірек профессор әлемнің ең үздік ғалымдары жағдайды талдап, жер әлемі жақында жойылып кететінін түсіндіреді. 6-шы жаппай жойылып кету кезеңі сөзсіз болады. Оның қалай болатыны маңызды емес. Кішірейту көмектеспейді, себебі процесс арқылы әлемнің тек 3% ғана адамы өтті. Экологияны сақтап қалуға уақыт жетпейді. Пол Энгокумен сөйлесіп, тарих бойы көп адамдар ақыр заманды талай рет болжағанын айтты. Біреу бұны білуі керек еді. Қыздың айтуынша бұл өте өкінішті, және қыз ұйықтауға бармақшы. Бірақ оның жүрісінен аяғы ауырады, және Пол оған көмектесуді ұсынады. Бөлмеде олар сүйісіп, түнді бірге өткізеді. Таңертең бүкіл компания алғашқы кішірейтілген адамдардың колониясына жетеді. Жұрттың бәрі профессор мен Душанды көргеніне қуанышты. Бірақ Соль есімді әйел өзін ерекше көрсетті. Ол бұл колонияны құруға ең басында көмектескен адам болды. Бірақ әйел тағы бір затты істеген. Сольдің идеясы, егер қоғам кішірейту процесін қабылдамаса, немесе планетаны құтқару үшін уақыт жеткіліксіз болса, қоныстанушылар жердегі қоршаған орта жойылғаннан кейін ол тұрақтанбағанша 8000 жылға жуық жер астында қалуды жоспарлап отыр. Пол бұған өте қуанды. Кешкі ас кезінде профессор ең алғашқы қоныстанушылардың олар жаңа әлемге кіруге дайын ба деп сұрайды. Бәрі келіседі. Содан кейін біз дайынбыз деп қалғандары да қосылады. Кешкісін Пол мен Энгоку сөйлеседі. Қыз өз үйіне оралғысы келеді, себебі ол достары үшін алаңдайды. Ал Пол бірге жаңа баспанаға кетуді талап етеді. Бұл адам түрін сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі. Душанның ойынша, бұл колония тек секта деп ойлайды. Жоғарыдағы адамдар тағы бірнеше 100 жыл өмір сүреді. Ал жер астында бәрі көп ұзамай жынды болып бір-бірін өлтіре бастайды. Пол үнсіз кетеді, ал Душан қызды жұбата бастады. Таңертең Пол басқа адамдарға қосылады, және ол күнді көрген соңғы сәттерден ләззат алады. Энгоку оған жақындап келіп, кемеде бірге өткізген түннің оған қандай маңызы болғанын сұрайды. Пол неге онымен бірге болды, аяушылықпен ба, әлде махаббатпен ба деп сұрайды. Ол қызды қатты қадірлейтінін және оған ешкімнің жетпейтінін айтады. Пол қызды өзімен бірге жаңа баспанаға барғанын қалайтынын түсіндіруге тырысады. Олар басқалар сияқты соңғы күннің батысын бірге шығарып салады. Күн батып, қоныс аударушылар жерасты баспанасына жол жүреді. Пол Душанмен және Энгокумен қоштасады да, қызға Вьетнам тілінде жазылған кітапты сыйға тартады. Оның сөздері маңызды емес, өйткені бұл естелік сыйлық. Пол қызды сүйгісі келеді, бірақ ол жалтарады. Еркек баспанаға апаратын тоннельге кетеді. Пол қоныстанушылардың бірімен танысып, артынан есіктің жабылғанын соңғы рет естиді. Бірақ кенет Пол тоқтап, бірнеше секунд ойланып, қайта артқа жүгіреді. Ол қызға жүгіріп келіп, бәрін түсінгенін айтады. Қыз дұрыс айтқан және оның сұрағына жауап бере отырып, ол қызбен сол түнді махаббатпен өткізгенін айтты. Олар құшақтасады. Энгоку мен Пол Кайфавельге қайта оралады. Олар бірге қоныстанып, мұқтаж барлық тұрғындарға көмектеседі. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.